birga amandashib olaylik. O'sha to'pimizda turib, hozir barlig'imiz birga stop, stop, stop deb 3 rad aytamiz. Albatta. Stop. Saqtab qolamiz esimizda. Saqtab qolamiz esimizda. Saqtab qolamiz esimizda. Al endi qasimizдағы ko'rishimiz bilan dal oshlay amandashaylik. Kel, sening faring yo'q, ikkimiz amandashamiz. Qarayet birinchisiga. Bulay amandashdik, odan keyin bulay amandashdik, odan keyin bulay amandashdik. Al endi o'rnimizga joylashaylik. Altlarında sizlerle stollarının üstünde yüzdeki özümüzün ülkenin ajelerimizden sandıkları bulanı koy. Ajeminin sandığını koyup koydum sizlerin anılarına. Şimdi o ajeminin sandığını açıp içinden özümüzge tanıdap alıp toplayımdastırayım. Hani kırmızı altı bölüp verildim ya. Tez ettiği kızım. Жылдан tez toplumumuzda kurab alayım. Hani kimde жаздық kiyim, kimde kıstık kiyim. Tez ornımızda oturup özümüzün toğumuzda tavып отыра koyayım. Kimde kıstık? Sizde kıstık akıllı. Kimde жаздық? Жаздық. Dapterini deyin alamazdı, dapterini alamazdı. Stajak otur. Bunu da ornum var. Kanım. Tak, bize bir kız elbisemiz yok ya. Жаздық kiyimlerimiz жаздық ornumuzda oturamız. Келесі. Енді қараңдар. Экранға назар аударайықшы. Бұл жерлерде не көрсетілген? Киімдер. Яғни киімдерді біз қалай топтастырып қойдық? Мынарада топтасқан киімдеріміз қалай топтасқан? Мына жерде. Мына киімдер қалай топтасқан? Айта қойыңыз. Спорттық. Одан кейін келесі. Айта қойыңыз. Қыстық киімдер. Одан кейін айта қойыңыз. Kırmızı kiyimler tutulan giyin, yani жалпы екі топтағы да жұмысқа арналған киімдер. Демек, бүгінгі біздің сабағымыз, бұлардың барлығын біз тігін бұйымдары деп атаймыз. Демек, осы тігін бұйымдарының жіктемесі, яғни тігін бұйымдарын біз бөлеміз, түрлеріне бөлеміз. Tігін бұйымдардың жіктемесі идеядан өнімге. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты тоқыма материалдары мен бұйымдары классификациясы мен құрылымын сипаттаймыз және білеміз, яғни жалпы классификациясын біліп өтетін боламыз. Ал енді қазір барлығымыз дәптерімізді ашайық. Жазып болдық па? Тігін бұйымдарының жіктемесі. Қаңтардың 26-сы тігін бұйымдарының жіктемесі деп жазып алдық. Енді тапсырмамыз. Бұл бізде мен сендерге мынандай киімдерді, жалпы киімдерді ұсынғым келіп тұр. Енді топымызда өзіміз ақылдаса отырып, осы киімдерді өзара бөліп, топқа бөліп көріңдерші, яғни қыздар кетесіңдер. Бір бөлігімді топтастырып, бүйтіп бөліп, ақылдаса отырып реттеп көріңдер. Бұны енді бұлай ойлаймыз, үйде сендерге аналары барлық киімдеріңді апыларға берген кезде сендер қалай жинайсыңдар? Апай жазда қыстық деп, Өздерің қалай білесіңдер, қалай бөле аласыңдар, солай бөлеміз. Жақсы, бөліп қойдым, сендер не істедік? Жақсы, бөлдік, Бөлдік па? Кәне, мынада
сыныптан кім айтады? Қалай бөлгендеріңді айта ғой тапсыр. Bu жерде бізде ең бірінші жаздық, екіншісі қыстық, мынау жұмыстық киімдер. Иә, жұмыстық. Одан кейін астында тағы бір бөлікке бөліңдер ғой. Белдік. Белдік киімдерге жатады ма? Біз солай бөлдік па? Тағы кім сезеді? Бәлкім қарарсыңдар, ойланарсыңдар. Күнделікті киетін киімдер. Күнделікті киетін киімдер. Жақсы. Кәне екінші топ. Тыңдап көрейік. Еңлік қандай? Біз бұл жерде киімдерді топтастырдық. Мынау жұмыстық киімдер, күнделікті киілуге арналған киімдер, көйлектер, жемпірлер, иықты киімдер және де шалбарлар етіп бөлдік. Жақсы, жарайсыңдар. Барлықтарыңа ұлттық өзіміздің құндылығымыз болып келеді, ұлттық нақыштағы киімдерге наклейкалар бергім келеді, жарайсыңдар деймін. Жақсы. Енді жалпы біздің сабағымыз бүгін осы тігін бұйымдары екенін білеміз, тігін бұйымдарына біздің барлық киімдеріміз және төсек орнымызға арналған бұйымдардың барлығы жатады. Енді жалпы аналарым сендерге киімдерінің барлығын шығарып берсе, сендер сол киімдерді қалай бөлесіңдер? Кімден сұрасақ екен? Аянадан сұрайыншы. Мамамды жемпірлерді бір бөлек, киетін киімдерді бір бөлек, күнде киетін киімдерді бір бөлек қояды. Өте жақсы. Сенен сұрайық, Маған егер анам киімдерді берсе, мен оларды күнделікті киетін киімдер және де маусымдық, яғни жаздық, қыстық деп бөлетін едім. Жақсы, өте жақсы. Айзере? Маған анам киімдерді бөліп бергенде, мен оны иықты киімдер және де белден төмен қарай киімдер шалбарым. Жақсы, өте жақсы, жарайсыңдар. Отыра ғой. Енді қараңдар. Демек, біз бүгін осы киімдердің түрін негізі қалай бөлетінімізді көрейік. Бірінші, киім жүктемесі пайдалануына қарай, түр жиынына қарай, класына қарай, жынысы мен жасына қарай және маусымдық болып бөлінеді екен. Осының ішінде пайдалануына қарай біз қалай бөліп тұрмыз? Белдік және иықтық, яғни белдік киімдерге қандай киімдер жатады? Апай, белден төмен қарай киімдер жатады. Иә, белден төмен қарай киетін киімдер жатады. Белсенді болмай отырған қыздардың тұрады. Айтағышы. Екінші, иықты киімдерге қандай киімдер жатады екен? Пальто, кофта және рубашка. Жақсы. Жейде, демек, бұлар бізде қандай киімдер? Бұлар бізде иығымызға киетін киімдер. Яғни белдік киімдер дегеніміз белімізден төмен қарата киетін киім, иықты киімдер дегеніміз ол иығымызға киетін киімдер екен. Ал енді түр жиынына қарай біз қанша бөлікке бөледі екенбіз? Аяулымнан сұрайшы. Аяулым айтсыншы. Екіге бөліп тұрмыз ба? Түр жиынына қарай 3 бөлікке бөліп тұрмыз. Яғни ішкі киім, жеңіл киім және сыртқы киім деп тұрмыз. Ал енді ішкі киімге нелер жатады екен? Ішкі киімге пижама, яғни ішкі киім. Отыра. Ішкі киім дегеніміз ол біздің ешкімге көрсетпей киетін киімдеріміз. Ал екінші жеңіл киім. Айта ғой. Жеңіл киім жазда кигенге ыңғайлы киім. Жазда кигенге ыңғайлы киім. Кімді оқытырады? Айта ғой. Көйлек, юбка. Үйде жүрген кезінде жеңіл болу үшін тұрмыстық киім. Жалпы жеңіл киім дегеніміз оның ішіне біздің жазда да, қыста да киетін негізгі өзіміздің киімдеріміз жатады. Ал енді сыртқы киім дегеніміз? Сыртқы киім дегеніміз
кот, шапан, куртка жатар. Яғни бұл біздің негізгі сыртқы киімдеріміз, шапанымыз бар, курткамыз бар, пальтомыз бар, почамыз бар, сыртымызда ілетін негізгі жылы киімдеріміздің бірі. Енді классына қарай біз екі бөлікке бөледі екенбіз. Тұрмыстық киім дегеніміз тұрмыстық киімге қандай киімдер жатады екен? Спорттық киім, күнделікті жұмысқа киетін киім, күнделікті сыртқа киетін киім, қыдырға киетін бір жерге шығатын. Яғни бізді күнделікті киетін киімдеріміз, яғни күнделікті киетін киімдеріміз соның ішінде спорттық, жұмысқа киетін, үйге киетін, бір киер киімдеріміз. Ал бір киер киім дегеннің қандай киім екенін кім айтады? Қаңғадан басқа кім айтады? Бір жерге шыққанға киімдеріміз біз мысалы бір жерге барған кезде оны киіп қалған жерлерде оны кимей қаламыз. Жақсы, отырабыз. Іс-шараға және той думандарға киетін киімдер. Жақсы, өте жақсы. Толықтырасыз ба? Бірлік киілетін киім дегеніміз ол арнайы жұмыстарға киілетін киім. Арнайы жұмысқа киетін киім жоқ. Көбінде Таңнұрдың жауабымен келісейік, себебі бір реттік киетін киім дегеніміз ол біздің мерекелік күндері, мысалы жаңа жылдарда костюмдар киіп жатамыз, ол тек сол бір кезде ғана киілетін киім болғандықтан олар бір реттік киетін киім болып аталады. Ал енді өндірістік киімші. Өндірістік киім туралы не айтады? Аянадан сұрайық. Өндірістік киім дегеніміз біз жұмысқа киетін киімдер. Жұмысқа киетін киімдер. Жақсы, отырабыз. Енді осы өндірістік киімдерді біз өндірістік деп қана бөлмейді екенбіз. Бұның ішінде біз оны тағы да үш бөлікке бөледі екенбіз. Арнайы, санитарлық және формалық деп бөледі екенбіз. Арнайы киім дегеніміз қандай киімдер? Өндірістік арнайы киім. Дариғаның ойын тыңдап көрейікші. Арнайы киім дегеніміз тек жұмысқа арналған киім. Жұмысқа арналған киім. Жалпы өндірістік киімнің барлығы жұмысқа арналған киімдер. Соның ішінде біз тағы топқа бөліп отырмыз. Аяғы тыңдап көрейік. Арнайы киім дегеніміз әр маманның өзінің киімдері. Арнайы арналған киімдер. Арнайы арналған киімдер. Тағы толықтыратындарыңыз бар ма? Арнайы өндірістік киімді. Айзайрен тыңдап көрейікші. Мысалға біз бөлек киінеміз. Мектепте басқалай, және арнайы жұмыстардың өзіне басқалай. Мысалға аспаздық болса, аспаздықта фартук, орамал дейміз. Енді қараңыз, жақсы отырамыз. Енді бұлай түсіндіріп өтейін, жалпы арнайы өндірістік киім дегеніміз бұл біздің мысал ретінде алсақ өрт сөндірушілеріміз. Өрт сөндірушілеріміздің киімі қандай? Олар арнайы сол өрт сөндіруге арналған. Демек, олардың киімдері матасы жағынан да біздің киімдерімізден немесе басқа санитарлық формалық киімдерден матасы өзгешелеу келеді. Яғни, жалпы тігілімі де өзгеше келеді. Не себепті? Себебі өртке шыдамды болу керек. Яғни, ыстық өткізбейтін болғандықтан ол арнайы болады. Дәл сол сияқты, мысалға, бізде органдарда иттерді үйрететін мамандар бар, солардың да киімдері, иттер келіп оларды тістеп жұлып жатқан кезде олардың киімдері жыртылмайды. Олардың киімі сондай нәрсеге дайындалған, арнайы жасалған. Сол сияқты, мысал ретінде мен сендерге екі маманның киімін келтіріп тұрмын. Демек, бұл кісілердің киімдері, егер сол жұмысына арнайы тігілген болса, ол арнайы өндірістік болып аталынады. Ал екінші түрі ол санитарлық. Санитарлық өндірістік киімді кімдер киеді? Бізде жалпы мектепте сол өндірістік санитарлық
мамандар бар. Олар кімдер деп ойлайсыңдар? Айта ғой. Меніңше аспаздар. Аспаздар не себепті? Себебі олар арнайы жоқ киім киеді. Мысалы, орамал, фартук. Жақсы, айырып. Аспазшылар олар өздеріне арналған санитарлық киімдерді киіп. Иә, себебі олар көпшілікке тағам жасайтын болғандықтан, олар санитарлық жағдайды сақтауы керек, иә. Үшінші, формалық дейді. Яғни формалық киімді, өндірістік формалық киімдерді кімдер киеді деп ойлайсыңдар? Әскерлер киеді, өйткені оларға өздеріне арнайы киім керек. Олар басқа адамдарды әскери киімдер, басқа адамдар әскер деп ойлау үшін әскерлік киім киеді. Жақсы, толықтыра ғой. Мысалы, дәрігерлерге барсаң, олар өте формалық киімдерді киіп жүреді. Жарайсың, өте жақсы. Демек, бұлар формалық киім киетін қызметкерлер, бұлар барлығы бірдей, бір мекемені адамдары бірдей киім киінсе, оларды формалық болып саналады екен. Келесі, жынысы мен жас ерекшелігіне қарай. Біз киімдерді бөледі екенбіз. Біз киімдерді бөледі екенбіз. Айта қойшы, қандай түрлерге бөледі екенбіз? Иә, жақсы. Енді оны біз қалай ажыратамыз? Отыра ғой. Айта ғой. Ерлерге арналған, яғни оларға арналған киімдер. Ал әйелдер ұзын көйлек, тағы да юбка, сондайлар киеді. Ал балаларға көйлек, кішкентайларға арналған. Жақсы. Айсұлу толықтыра ғой. Ерлер олар шалбар, костюм шалбар кисе, әйелдер көйлек, юбка, сондай киеді. Ал балалардың үлкендердің киіміне қарағанда киімдер кішірек келеді. Жақсы, өте жақсы жарайсыңдар. Демек, біз осындай жіктеуді ер адамның, әйел адамның және балалардың киімі деп бұндай жіктеуді біз үйде анамызға көмектескен кезде жасаймыз. Қай кезде жасаймыз бұны? Кім айтады? Аянады, айтсыншы. Көмектесетін кезде. Қай сәтінде? Үй жинайтын кезде, жақсы. Тағы қай кезде? Киім жинайтын кезде, тағы да. Мамалар киімді шашып беріп, мынаны бөл деген кезде, мысалы, мынау папанікі, мынау мамамнікі, мынау өздеріңізге деп. Жақсы. Тағы да? Шкафыңызды жинайтын кезде, және де кірді жуып біткеннен кейін. Жарайсың. Киімді жинаймыз ғой, барлық киім жайылып тұрған кезде, соны жинаған кезде біз ер адамдікі, әйелдердікі және балалардікі деп сол кезде біз жіктейді екенбіз. Демек, бұл біздің күнделікті өмірімізде, тұрмыстық жағдайымызда да өстіп бөліп отырады екенбіз. Енді маусымдық дейді. Маусымдық түріне қарай оны қалай білеміз? Жақсы, отырамыз. Дариғадан сұрашы. Қыстық дегеніміз қыстыққа киетін. Ал маусымдық деген апай толықтырайын. Тұрыңдар енді ойын айтып алсын. Маусымдық деген ол арнайы. Жақсы, отыра ғой. Аяру. Киімдер үшке бөлінеді. Жаздық, қыстық және маусымдық болып. Жаздық киімдер ол тек жазда киілетін киімдер. Мысалға алсақ, жеңіл көйлек және футболка. Ал қыстық киімдер дегеніміз қыста киілетін киімдер. Яғни қыста сыртқа шыққан кезде тұрмас үшін киілетін киімдер. Оларға куртка, шапан және пальто жатады. Ал маусымдық киімдер дегеніміз күзде, көктемде киілетін киімдер. Оларға
жұқалау пальто және де аяқ киімдер деталі. Киімдер жиектемесі үшке бөлінеді: маусымдық, жаздық және қыстық болып. Жазға біз өзімізге ыңғайлы жеңіл футболка, шорти, көйлек киеміз. Ал қысқа қарай біз өзімізге денемізге жылы тұратын куртка, пальто, шалбар және шалбар киеміз. Ал маусымдыққа денемізді жылы ұстайтын киімдер киеміз. Өте жақсы. Енді осы үш бөлікке бөліп тұрмыз, осы бөлікке бөлінген киімдердің маталарында айырмашылық болады ма? Жаздық болса, жаздықтың матасы өзгеше болады, олардікі жұқа әрі жеңіл болады. Ал қыстыққа болса, ол қалыңдау келген, ішіне қойдың немесе қасқардың жүндерін салады кейбір шапандарға. Ал маусымдыққа кәдімгі жұқа мата мен қаттай салады маусымдық. Өте жақсы. Айсұлу? Жаздық киімдердің маталары олар жұқа әрі жеңіл болады. Ал қыстық киімдер жылы, өзін жылы ұстап тұрады адамдар, және де ауырлау болып тұрады. Ал маусымдық ол орташа Орташа болады, Аяна қосатын бар ма? Жаздық ол бағанағында жеңіл киім, ысымайтын жеңіл. Ал қысқа ол жылы және тоңдырмайтын киім. Ал маусымдыққа жұқарақ болады. Жарайсың, отырағы орташа қалыңдықта, Не себепті маусымдық дегенде біз көктем және күз мезгілдерінің айтамыз. Өйткені қыстық секілді күз бен көктем қыс секілді суық емес, жаз секілді ыстық емес. Сондықтан біз солай білеміз. Жарайсың, өте жақсы. Отырағы. Себебі күз бен көктемде киетін киімдер не ыстық емес, не салқын емес, суық емес. Сол себепті біз маусымдық деп атаймыз. Жақсы, өте жақсы. Яғни бұл екі мезгілді жалпы бірдей болады. Бірдей болып келгендіктен. Енді мына жерде біз белдік және иықты киімдердің бөлшектері мен бөліктерін қойдық. Дәл сол сияқты мен сендерге дайын сызбасында алып келіп қойдым. Мына арада кім айтып бере алады маған қай бөлік, қай киімнің бөлшегі болып табылады? Бірінші, арғы шеттен бастайық, кім айта алады? Бірінші, мына бөлшек қай киімнің, қандай киімнің бөлшегі? Мына. Мына айтасың ба? Айта алады. Бұл футболка оның жартысы. Қай бөлшегі? Біз киімді қанша бөлікке бөлеміз? Қандай? Айта ғой. Алдыңғы және артқы. Алды және арты, жарайсың, отыра ғой. Демек, мынау бізде біздің иықты киіміміздің алдыңғы бөлшегі екен. Мынау артқы бөлшегі. Мынау қай бөлшегі киімнің? Кім біледі? Жоқ, алды бар, арты бар, тағы да бір бөлшектер бар ғой киімнің. Қай бөлшегі? Жарайсың, жеңі, яғни бұл біздің жеңіміз, жеңі бар, киімдердің жеңі болып келеді. Ал мына жерде, бұл қандай киімнің бөлшегі? Юбка, әрине юбка. Мынаның қайсысы артқы бөлшек, қайсысы алдыңғы бөлшек екен? Қалай алды. Қалай ажыратамыз? Қалай ажыратамыз? Мен сендердің алдыларыңа мына қағазды алдым да бердім. Қайсысы қай бөлшек екенін қайдан білесіңдер? Алдыңғысында жырығы үлкенірек, ал Бізде артқы, енді әр юбканың өзінің түріне байланысты, түріне байланысты әртүрлі болып келеді. Мынау тік юбка, яғни
прямой юбка дейміз. Сода бұның артында бізде жырығы болады, сол жырыққа арналған бөлшегі қосымша жүреді. Сол себепті біз алдымен артын ажырата аламыз. Ал мына бөлшектерші, бұлар туралы не айтамыз? Бұлар Шалбар. Бұл яғни шалбардың алдыңғы және артқы бөлшектері екен. Енді мына жерде біз тез мына бөлшектерді жинап көрейікші, яғни киімнің бөлшектерін білдік. Екі қыздан шығайықшы, мына топтан екі қыз шыға қояйық. Қане тездер екі қыз шыға қояйық. Так, мынаны ұстаңдар. Мына жерде линия аламыз. Қане, орнатамыз. Тағы да екі қыз, мына топтан екі қыз шығайықшы. Болды, отыра ғой. Келесі. Яғни тез-тез біз бөлшектерін, қазіргі айтып өткен бөлшектерімізді құрастырып алайық, Болды. Болды. Келесі тағы да екі қыз шыға қойды. Мынау қай бөлшегі? Алдыңғы бөлшегі. Жоқ, дұрыс айтады қыздар. Мынау артқы бөлшек дейді. Тез артына орналастырайық. Тағы екі қыз шыға қойық, алдыңғы бөлшегін алайық. Алдыңғы бөлшегін орнатайық. Салай келтіреміз. Орнын табамыз. Қолында байлай. Арға, қолдарының астын қадап жүріп, асты жағына бүріп қадап жүріп. Тағы да екі қыз шығайық. Енді біз қай бөлшегі қалды бізде құрау керек? Жарайтындар, иеға қойдық. Енді мына жерден ие алып. Енді жеңін орналастырайық. Тездетейік қыздар. Жақсы. Жағынан үлгермей жатырмыз, қыздар, тездетейік. Жақсы, орналастыра саламыз. Болды. Яғни біз бұл арада бөлшектерді орналастырдық. Енді мен бұны өзім бұлай толықтырып жібергім келіп тұр. Сол кезде бізде сонда болашақта бізде осындай толық жинап шыққан кезде киіміміз шығады. Енді тез арада біз осы бөлшектерді қалай тігілу реттілігін қазір көрдік қой. Яғни біз білеміз, тігілу реттілігін. Қане бөліп ала берейікші, жетті ма? Тездетіп мұнараны сәйкестендіріп жіберейік. Жетті ма барлығымызге? Тез қарадашпен бірінші қай реттілік жүретіні тексеріп жіберейік. Бірінші біз нені жасаймыз? Эскиз жасаймыз. Келесі. Ручкамен тез белгілеп нетіп жіберілер. Апай бесіншісі қайда тұр? Бесеу бердім ғой, бесеуі ғой. Ортада біреусін көрмейді. Мынау бағанағы нелерін үшін бөліп аласыңдар. Бірінші, біз не жасайды екенбіз? Эскиз жасаймыз. Екінші, белдемше пішімін, яғни біз сызып, бөлшектерін дайындап аламыз. Үшінші, белдемше пішімінің құрылуы, яғни бұл арада біз матаға бөлшектерімізді сызып, матадан кесіп аламыз. Тігеміз. Төрт неден өткеннен кейін бізге дайын бұйым келеді екен.
alt жағына, жоғары жағына немесе аттарыңды жазып, жинап бере қойыңдар. Біріне де жинап отырады. Барлық жинайық. Жарайсыңдар. Енді дәптерімізді ашып, дәптерге үшінші тапсырмамызды орындайық. Бұл жерде кестені отырамыз. Сендерге бағана бері киімдерді бөлдік айттық, қаншаға бөлінетінін айттық. Демек, енді соны сол кезде көрген кесте бойынша, сызба бойынша жұмыс жасап көрейік. Мен сендерге киім түрлерін беремін. Әрқайсының осының ішінен 2 киім түрінен таңдап аласыңдар, дәптерлеріне жабыстырамыз. Одан кейін барып, мына кесте бойынша жазамыз. Яғни киімнің суреті деген жерде мен берген киімдерді жабыстырамыз да, ары қарата киім бұл қандай түр екендігін, пайдалану тәсілі, түр жиыны, яғни бағанағы сызбадағы бөлуі бойынша сонымен кестені толтырып шығамыз. Екеуден, әрқайсымыз екеуден жетпей жатса тағы айтасыңдар. Яғни дискрипторға мән береміз. Бірінші, киімнің түр жиынын ажырата алады. Екінші, пайдалану тәсілін біледі. Түр жиынын анықтай алады. Маусымына қарай жіктеп біледі. Және талаптарын біледі. Яғни әр киімнің өзінің бір талабы болады. Соны біліп отырамыз. Екеуден бөліп алдық па? Бөліп алдық, жақсы. Сендерге жетті ма? Бірінші бір түрін жабыстырасыңдар дәптерлеріне, одан кейін барып, ары қарата кесте бойынша жұмыс жасаймыз. Кесте бойынша жұмыс жасаймыз. Жоқ, кестені сызбаймыз. Себебі киімді қойғаннан кейін ол кесте сыймай қалады. Сол себептің қасына жаза береміз. Осы кестенің несі бойынша астасына түсіріп жаза береміз. Кестедегі берілген саған киімнің түрі, алдағы киімнің қай түріне жатады, соны жазасың. Одан кейін барып пайдалану тәсілі, қандай пайдалану тәсілінде? Егер білмей жатсаңдар, кітапта бізде 56 бетте бағанағы сызбамыз бар, сол сызбадан көмек қарасаңдар болады. Жарайсың. Енді мына жерге несін жазып отырамын. Мысалы, кестедегі жазылған нелерді рет-ретімен астасына түсіріп жазып отырамыз. Екеуін қатар береді ме, онда астына жазасыңдар. Енді, ана кестедегі сұрақтар мынаның астына былай жазасың. Kitapta бағанағы сызба бар, 56 бетте тігін бұйымдарын жіктеуге арналған сызба бар. Сол сызбадан көмек алсаңдар болады. Көмек алсаңдар болады.
Өлшеуі, енді, және берлікте екіге бөлуге, енді осының қайсы түріне жатады? Иықты. Түр жиынына қарай, қандай киімге бөлдік? Жоқ, түр жиынына қарай қаншаға бөлдік? Түр жиынына қарай үшке бөлдік. Сырт киім, жеңіл киім және ішкі киім деп бөлдік. Соның қайсысына жатады екен? Жеңіл киімге жатады. Жақсы. Кім болды? Айдауға. Мен бұл жерде Сен бірінші қандай киім таңдадың? шорты мен пальтоны таңдадым. Жақсы. Киімнің түрі шорты, пальто, және пайдалану тәсілі шорты ол белдікті киім, ал пальто иықты киім. Түр жиынына қарай екіге бөлдім. Шорты жеңіл киім, ал пальто сырт киім. Жасы мен жынысына қарай пальтоны әйелдер киеді, ал шортыны балалар киеді. Жақсы. Маусымына қарай шортыны жазда, пальтоны қысқа киеміз. Жарайсың. Жақсы. Яғни талаптары ол біреусі тек жазда киілетін Иә, керек, біреуі қысқа киеді. қыста, күн суығында киілетін керек. Менде жемпір мен куртка түсті. Киімнің түрі бұл бірінші киім бұл жемпір, екіншісі шапан, куртка. Пайдалануына қарай киім бұл бірінші бізде жемпір ол иықты киім, ал шапан ол да иықты киім. Ал түр жиынына қарай біріншісі жеңіл киім, екіншісі сырт киім. Жасы мен жынысына қарай бірінші жемпір ол бізде балалар киімі, екінші пальтода, шапанда ол балалар киімі. Ал маусымына қарай біріншісі маусымдық, екіншісі қыстық киім. Ал талаптарына қарай жемпір бұл маусымдықта киіледі, ал шапан, ол куртка бұл қыста киіледі. Жақсы. Яғни жемпірді біз екі мезгілде киге бере алады екенбіз. Енді қалғандарымды қазір дәптерлерімнен тағы да тексеріп көре жатармын. Жарайсыңдар, өте жақсы. Тапсырманы айтқан қыздарға, дәптерден тапсырмаларын орындаған қыздарға берілді екен. Одан кейін топтар тағы да келісіп бөліп алып жатамыз. Жақсы ма? Енді сендерге алдарына әр топқа мынандай кубик бергім келіп тұр. Яғни бұл кубик-рубикті не істейміз? Кезекпен бағанағы тапсырманы орындамаған басқа қыздарға берейік. Кубикті лақтырып жібереміз. Кубикті лақтырғанда алдымызға қай түрі түседі, яғни қайсысы түседі, соны сипаттаймыз. Бұл жерде қандай киім түсті, қай үлгіде түсті. Аминаға берейікші, бірінші Амина бастасын. Кезекпен жасаймыз. Екі топты кезектен. Сенде қандай киімдер түсті? Көйлектер, яғни кім сипаттай ғой? Жеңіл киімдер түсті. Мысалға көйлектер, шортилар түсті. Иықты және белдікті киімдер. Жақсы. Ол киімдерді кімдер киеді? Балалар мен әйел адамдар ер алады. Жарайсың, жақсы. Келесі кімге берейік? Ясмина. Ясминаға берейікші. Үй тапсырманы орындамаған. Алдағы киім кімдерге арналған киімдер? Бұл Қандай киімдер? Бұл көйлек және шалбар. Бұл кішкентайларға арналған киім. Жарайсың. Тағы басқаша жақсы. Тастай ғой, көбікті тастай ғой. Бұл қандай киімдер екен? Қыздарға арналған көйлек. Иә. Ол
ішінде қандай түріне жатады? Әзер айта аласыз? Bir rеттік киім, я, себебі ол үлкен бәрінен той көйлегі болып тұр. Кәне, арғарата, Дариғаға берейік. Дариғаға берейікші. Ал, Дариға саған қандай киім түріне түсті? Жақсы. 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 Жарайсың. Жарайсың. Аяулымға берейік. Аяулым, қазір келесі сен дейтін, қазір кетір атыр, мұна тоқтан көрейік. Қане, айсың өсен бі? Иә, қайдан атасы? Бұл бұйыққа әйелдерге арналған бұл белді. Түріне қарай, пайдалануына қарай белді. Ал жынысына қарай әйелді. Маусымына қарай белді. Маусымдыққа ғана жатқыз аламыз ба? Қандай ерекшелігі бар? Жазыққа да. Кім толықтырады? Ерекшелігі. Айтамын. Бұл киімнің ерекшелігі, бұны біз жаздарда және маусымдық кездерде де кие аламыз. Жақсы, яғни біз оны барлық кезеңдерде кие бере ала екенбіз, иә? Толықтырған үшін саған да берейік. Ал, аяулым. Тағы да істей ғой, бағана алдарып түсіп кетті ғой, сол үшін тағы да. Маған көйлек қысты ол, иықты киім. Бұны әйелдер киеді. Бұл өйткені әйелдерге арналған киім. Бұл жеңіл киім. Бұл жазда киеді. Жақсы, жарайсың. Енді, уақытымыз таяп қалды. Сол себепті біз бүгінгі сабаққа рефлексиямызды беру керекпіз. Алдыларында бағана топқа ұйымдасқан кезде таңдаған неміз бар ғой, соған тез-тез, бір ауыз сөзбен ғана сабақта не білдім, болашақта қолдана алам ба? Тез-тез жазайықшы. Тез-тез, бір-екі сөзбен ғана. Бір-екі сөзбен ғана. Одан кейін әжеміздің сандығынан алған киімдерін қайтадан жинап қояйын. Қане тездетіңдер. Тез. Не білдім? Бір ауыз сөзбен ғана жазамыз. Бір ауыз сөзбен. Тез артына жазамыз. Қайда сенкі, міне. Бір ауыз сөзбен. Тез. Тездетейік. Болдық ба? Болсақ, енді бір ауыз оқысақ, Таңнұр сенің еңді тыңдай салайық, одан кейін. Көйлек түсті, сөмкелі мен бұны тойда, жиындарда киетінмін. Жақсы, жарайсың. Әжеміздің сандығына қайтадан жинап салып қояйық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сандыққа жинап аламыз. Жинаймыз.